Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, бүгін мен сіздермен өзімнің арнамда біраз мәселелерді талқылауға тырысамын. Талқыламас бұрын ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Сіздерге лайк басу қиын емес. Осы нәтижесінде YouTube менің арнамды дамытады, аудиторияны кеңейтеді. Қазіргі уақытта біздің интернет өрісте көп мәселелерді біраз блогерлер, журналистер көтеріп жатыр. Соның арасында ерекше бір адамды мен айтайын. Бұл Майя Бекбаева. Ол көп мәселелерді Қазақстан тарихы жағынан көтеріп жатыр. Ақ нүктелерді ашып жатыр. Негізі осы 200 жыл бұрын біздің Қазақстанымызды жаулап, Ресей империя өздерінің административтік басқаруымен кірді. Сонымен көп мәселелерді біз нақты білмейміз, қалай олар сол уақытта өткен. Бірақ Майя осы мәселелерді көтеріп жатыр, қарастырып жатыр. Менің ойымша, бұл оның жұмысы шетел мемлекеттердің идеология жағынан ұнамайды. Негізі барлық Ресей империяның кеңес мемлекеттің уақытында Қазақстан халыққа айтатыны: бізде тек қана мал бағып, ешқандай жұмыстарды қазақтардың қолынан келмейді. Сонымен сіздерге тек қана қара жұмысты істеп, ештеңе беруге болмайды. Қазіргі уақытта біз көріп жатырмыз, Қазақстанның азаматтары өздерінің математика, физика жағынан барлық мамандықтан жоғарыдан көріп жатыр. Шетелде өздерінің дәрежені көтеріп жатыр, көрсетіп жатыр. Сонымен бізде идеология жағынан өзіміздің жұмысымызды атқаруға керек. Негізі біз тәуелсіздік мемлекет, біздің Қазақстанымыз мәңгілік ел жолына түсті. Мәңгілік халық болайық, мәңгілік ел болайық. Барлық мәселелерді, қазіргі уақытта барлық мәселелерді келешекте шешіледі, мен оған сенімдім. Негізі біздің адамдарымыз құмырсқа принципке қарасақ, барлық олардың жұмысы бірігіп, бір үлкен затты алып, өздерінің құмырсқаларын ұясына кіргізеді. Сонымен біздің Қазақстанымызда біріншіден біз ар жағына тартып, бірақ оң жолына шығамыз. Мен солай ойлаймын, дұрыс жолына шығамыз. Сонымен біздің осы журналистерді, біздің блогерлерді тарих жағынан, тіл жағынан, салт дәстүрі жағынан, қауіпсіздік жағынан жақсы жұмыс атқарған адамдарды қолдайық. Ешқандай шетелдік арнайы органдардың жасаған олардың жұмысын дұрыстап қарайық. Неге олар осындай бейнелерді шығарады? Неге біздің біраз қазақтарға қарсы шығарады? Осы заманауи технология жағынан, искусственный интеллект жағынан жасалған видеоларды шығарады. Біз дұрыстап қарайық. Бірінші осы видеоларды қарап, неге осы блогерлер даму үшін блогерлерге қарсы шығады? Қарайық. Сонымен бірінші өздеріміздің дұрыстап осы кедергі жасайтын блогерлерге қарайық. Видеоларды қарамай, лайк баспай, жұмысты атқарайық. Негізі біздің тарихымызды, тілімізді, қауіпсіздігімізді нығайту жолында жүретін блогерларды Майя Бекбаева сияқты қолдайық. Осы блогерларды қолдайық. Ешқандай оларға кедергі жасайтын адамдарды қолдамайық. Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым,
менің арнама тіркеліп лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Сіздерге қиын емес, осы нәтижесінде YouTube менің арнамды дамытады, аудиториямды кеңейтеді. Қазақстан жасасын. Сау саламатта болыңыздар.